Егер сіз өзгергіңіз келсе, яғни сіз өміріңізге риза емессіз. Чарлин Чаплин айтқандай, өмір велосипед сияқты. Не алға кетесің, не артқа кетесің. Орныңда тұру деген жоқ. Сондықтан біз заман ағымына қарап өзгеруіміз керек. Жалпы өзгеру деген не? Өзгеру деген бойыңдағы бар кеселдерден, жаман мінездерден, нәпсімен күресіп жеңіп шығу. Жетілудің ешқашан шегі жоқ. Адамды өзгертуге бола ма? Әрине болады, бірақ қиын. Бірінші мен өзімді өзгерттім. Менің бойымда да мінез кеселдері, жалқаулық, қызғаншақтық, қатыгездік өте көп еді. Оны мен сездім, білдім, бірақ мойындамадым. Сіз де қазір мойындамайсыз. Бойыңыздағы жаман кеселдер бар ма? Я, жетіп артылады. Енді оны қалай жеңеміз? Ол кеселдердің бірі жалқаулық. Адам неге жалқау болады? Одан құтылуға болады ма? Қалай құтылуға болады? Абай атамыз айтқандай, күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсызды тартады. Әрбір қайратсыз, қорқақ, ақылсыз, надан келеді. Әрбір ақылсыз, надан, арсыз келеді. Жалқаулығы басым адамның рухы сынғыш келеді. Еріншек адам пайдалы іске қол сілтегіш келеді. Жалқау адамды Абай атамыз хайуанға теңеген. Сіз аз ғана уақытыңызды білімге арнайсыз ба? Осының бәрі эмоциядан, сезімнен шығады. Сезіміңіз қандай болса, әрекетіңіз де сондай. Мұның бәрі мида жатыр. Жалқаулық қандай сезімдер туғызады? Ешқандай арман мақсаты жоқ қорқыныш сезім. Үрей болмай қалса қайтеді деген сезім. Өзін құрбан сезіну, мені адамдар пайдаланып жатыр деген сезім. Өзіне деген сенімсіздік, өзін төмен санау, өмірден түңілу, шарасыздық, депрессия, аса сенімділік, өзін өзі аяу,